Әңгіме бар досым. Бүгін сауда зор болды, Құдайға шүкір. Біраз товар өткіздім. Отырайық та бір. Маззағлеп. Ассалаумағалейкум аға. Қазір бір минут. Досым қасыма біреу келген еді, кейін өзім хабарласып жіберем. Кел, інім. Аға, балам дәрі-дәрмегіне ақша керек еді. Ломбардқа барсам, телефонды ескі деп алмай жатыр. 20 мың теңге ақша беріп тұрасыз ба? Ой, қаны берші телефоныңды, көрейін. Конечно, алмайды. Мынау мектептің оқушылары да қызықпайтын телефон ғой, дәбдәләші шыққан. Алмайды ғой бұны. Інім, білем, кезінде бір үйде өстік. Енді бөлек шығып кеттіңдер ғой, өздерің арбаларыңды өздерің тарсаңдар, ақша сұрай бермей. Інім, маған да оңай емес қой, Турциядан товар әкеп жатырмын. Ана женшеңде 1000 қойым бар, мына женшеңде 1000 қойым бар. Сол қойлардың жем шөбіне ақша таба алмай жатырмын өзім. Ақша сұрай бермесіңдерші. Кешіресіз аға, уақытыңызды алып қойдым. Үнемі маған өйстіп қапа боласыңдар. Бала шағалы болғандарың маған міндет па? Өздерің арбаларыңды өздерің тартыңдар, бұдан кейін ақша сұрап келмеңдер. Алло, досым, біреулер миды ашытып, жаңа не айтып жатыр екен өзі? Досым, өткенде барған сауна бар ғой, сол жерге бір айымчалар кепті жаңадан, новенький, зор-зорынан. Сол жерге барайық та. Ақша проблема емес, кетсе 100 мың, 200 мың теңге кетер. Аға, кешіресіз, телефоным қалып кеткен екен, соны алып кетейін дегенім.